Instagram желісінде бір блогер қыз коладан нан пісірді. Таң қалдым. Коладан да нан пісіреді екен ғой деп. Сөйтіп бүгін мен де істеп көрдім. Өте дәмді болып шығады екен. Бірінші барлық құрғақ заттарды осылай біріктіріп аламыз. Жылы коланы құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды ашығанға 1 сағатқа, мысалы жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Менікі тез ашып қалды. Ашыған қамырды 6 бөлікке бөлеміз. Бұл жерде менде кәдімгі плетенка формасындағы нанды пісіретін боламыз. Өте әдемі көрінсін деп. Осылай ұзынша етіп жайып, осылай орап аласыздар алтауында. 3 өрімін күнжіртке аунатып алдым. Кішкене сулап аунатасыздар, сонда тез жабысады күнжірт. Сөйтемізді осылай өріп шығамыз. Тағы да бетін пакетпен жауып, жарты сағатқа көтерілгенге қоямыз. Көтерілген нанымыздың бетіне жұмыртқаны жағып, алдын ала қызып тұрған 160 градус температурада пешкеде ровно 30 минут бойы пісіреміз. Енді дәмі өте жұмсақ, дәмді болып шығады екен. Бізге қатты ұнады. Сіздерге де істеп көрлеріңізге кеңес беремін. Ас болсын істеп жанұяларыңызды қуантыңыздар.